Таңшолпанға бұл ешқашан бітпейтін сияқты көрінді. Оны жоғары көтеріп, сүйікті күйеуінің даусын еститін жерге алып шығатын. Сосын бірден төмен, бәрі қараңғы әрі қорқынышты болған жаққа құлатып жіберетін сол тербелістер. Қазір ол өзін жоғарыда тұрғандай сезінді. Жанында күйеуі жоқ еді. Ал Таңшолпан іштей тағы да төмен құлап кетуге дайындалды. Бірақ ештеңе болмады. Ол біраз күтті де көзін ашып көрмек болды. Қатты жарық және сол сәтте ауырсыну сезілді. Шамдар жыпылықтап, бірдеңе шырылдап кетті. Дәл сол кезде үстіне біреудің жүзі еңкейе қалды. Таңшолпан көзін сәл жауып, өзінің ауруханада жатқанын, айналасында адамдардың жүгіріп жүргенін, енді төмен құлап кетіп
сіз бе, бізде басқа туыс жоқ. Егер сіз біздің жанұямыздың бір мүшесі болсаңыз, біз тек риза боламыз. Таңшолпан өзін ұстай алмады. Әжесін де, сезімді де құшағына қысты. Содан кейін бәрі бірге теңізге барып демалды. Таңшолпанның үлкен үйіне көшіп келді. Ал 1 қыркүйекте Сезім жеке гимназияға, мектебіне барды. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.